4-2 жүйесінде әдеттегідей және жеңісте хан тәңірідей соңғы ақын. Бұл екінші айналымдағы осымен 3-ші тур, 12-ші тур. Жеңіс сырт алаңда 2-3 есебімен жеңіске жетті. Қазір соққы. Міне мүмкіндік. Тамаш Айбар Буреев. Мүмкіндік. Айбар ортаға пас. Айбар соққы, гол! Есеп қазір 1-0. Айбар Буреев. Бірінші ойында да гол соққан Айбар. Міне қараңыздар. Ортаға пас берді, өтпей қалды. Доп өзіне қайтып келді. Қалай шыр айналдырып кәдімгі бильярдтағыдай соққы. Қақпашының алдында 2-3 ойыншы тұрып қалды. Оның алдын жауып қалды Расил Исаев. Дұрыс бағытты көрмеді қақпашы. Жан сенім оңға. Және қазір керемет мүмкіндік. Доп қолға тиіп кетті. Қазір мына мүмкіндікті пайдаланғанда хан тәңірі командасы допты дұрыс игере алмады. Тимур Хван тиісінше қауіпті сәттер өте көп болған секілді. Алыстан бағытталған соққы. Және доп тура қақпашының қолына өте әлсіз соққы. Шыны керек. Сонымен Төреш қырық шалынды. Ерболат соққы. Және қателік. Гол! 2-де шығарды. Тағы да гол авторы бұл Рахат Ақтан. Команда капитаны Сырым Ерболат тепті. Қақпашы тосалмады. Жан сенімді ақтамады. Жеңіс осылайша екінші голды соқты. Алдына қарай серпіліп шыққан доп. Дайын асқаттық қасық болған Рахат Ақтан. Команда капитаны. Сонымен допты қақпа маңын асырды. Және есеп 3-0. Бұл осыдан бірнеше минут бұрын ғана алаңға шыққан еді. Доп жол жөнекей тіпті хан тәңірі футболшының басына да тиген. Ал Ердәулет Садық бүгінгі ойын. Доп оңай тартып алды. Пас берді. Расил. Тамаша. Есеп қазір 4-0. Хан тәңірі командасының салы Дукумбаев. Исаевтың пасы бір өзі. Ешкім жаппады. Дукумбаевтан көз жазып қалған бүкіл ойыншы. Және Даниярды да біз маусымдағы алғашқы голымен. Соңғы 90-шы минут. Жеңістің шабуылы. Ердәулет офсайд. Садық шамамен 1 метрдей алға шығып кеткен бұл жерде. Ердәулет. Өйлете пас. Және 5-ші гол соға ма? Соқпады. Болатын секілді. Айбар Буреев, Рахат Ақтан гол соқты бүгін жеңіс сапында. Дінмұхамед Біржанұлы автогол соғып алды 73 минутта. Соңғы голды салған 70. Сонымен кездесу аяқталды, құрметті көрермен.